Ыстық ұя фильмі кеше ғана дәл осы фильмнің премьерасында жабық көрсетілімде болдым. Бүгін енді осы фильм туралы айтып берейін, өзімнің пікіріммен бөлісейін. Фильм кәдімгі қазақы отбасы туралы, қара шаңырақ туралы. Отбасында үлкен әжей бар және оның 4 баласы бар, 2 ұлы және 2 қызы. Үлкен қызы Дариға Батықова сомдайды. Ол Кореяда 5 жыл бойы жұмыс жасайды да, өзінің жиған терген бүкіл ақшасын күйеу баласына жіберіп отырады. Ал күйеу баласы болса үлкен үй салады, сол ақшаға үй салып отырады. Одан кейін бірақ үй салып жатқан жер дәл осы Бадықованың кейіпкерінің ағасының атында, өзінің бауырының атында. Сонымен Дариғаның кейіпкері Кореядан қайтып оралады. Анасы барлығы бірге, бауырлары бірге үйді көреді. Ол уақытқа дейін көрмеген. Содан анау үйді көріп, керемет салынғанын көріп, 4 бауыр әрине үйге таласа бастайды. Бауырлардың араздықтарын көрсетеді. Сондықтан да өте мықты фильм, өте қатты ұнады. Әсіресе соңғы жағы өте қатты ұнады. Жүрегі бар кез келген адам жылап шығады деп ойлаймын бұл фильмнен. Жылап шықтым өз басым. Нағыз драма жанрындағы фильм. Дариға Бадықованы енді көбінесе барлығымыз Айсара арқылы білеміз ғой, бірақ мен ол кісіні дәл осындай драма актриса деп мүлдем ойламаппын. Өте қатты ұнады, сондықтан да көруге кеңес беремін.